Баршаға ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін биогумусты қалай дұрыс пайдалану керек жөніндегі видео болады. Біздің жағдайда светофор деген болгарский. Алғашқы видеоларда көрген болсаңыздар, мен осыны дәннен еккен едім. Тамаша болып өніп шықты. Бұл жерге топырақ қосқан жоқпын, таза биогумусқа ектім. Ешқандай күйдірген жоқ, басқаған жоқ. Өте тамаша өніп шықты. Енді бүгінгі күнді сәтті пайдалану мақсатында кеше жаңбыр жауды, жер жұмсақ болып тұр. Бүгін осы болгарский көшеттерін отырғызып жатқан жайым бар. Ең бірінші біз не істейміз? Жалпы мынау менде огород емес, басқа емес, мына тамның жамбасы, осы жер босып тұр. Азырақ көлеңкі болады. Өткен жыл осы жерге огурец еккен едім. Болгарский көлеңкі деді, жақсы өседі екен. Не істедім? Ара қашықтығын 50-50 сантиметр етіп, жаңағы күрекпен осылай қазып шықтым. Енді не істейміз? Енді біз биогумусты алып, осы шама бір кеседей болатын шығар. Шамамен 300-400 грамм саламыз. Аздау болса, енді бізде биогумус көп. Сондықтан молынан сала беремін. Жақсы өнім алу үшін. Осылай салдық. Енді жалпы не істедік? Мынаны несінен босатамын. Ақырын ашып, тамырын неғып алмау керек, бүлдіріп алмау керек. Екеуін екі жаққа. Және сілкілеудің қажет жоқ. Анау тұрған тамырында ілініп тұрған биогумустар қалғаны дұрыс. Ақырын салып, осылай жауып қоямыз. Азырақ биогумус салам. Және топырақты осылай шашып шығамын. Биогумус құрғап кете береді, сондықтан біз оны осылай не қылу керекпіз. Жар болды. Құдай қаласа жақсы өнім берсін деп не қылайық, ниеттенейік.